Нұр Отан партиясы фракциясының отырысында депутаттар сайлауалды бағдарламаны жүзеге асыруға бағытталған жол картасымен танысты. 5 жылдық бағдарлама облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуына және халықтың өмір сүру сапасы мен әл-ауқатын жақсартуға арналған. Жол картасы 7 басымдықтан және оны іске асыруға жасалған 20 көрсеткішпен 15 шараны қамтиды. Белгіленген межені жан-жақты іске асыру үшін жалпы көлемі 357 миллиард теңге қаржы бөлу қарастырылған. Оның 137 миллиарды республикалық, 55 миллиарды жергілікті бюджеттен бөлінсе, ал 167 миллиард теңгені инвестициялық жобалар арқылы тарту көзделіп отыр. Жұмыстар бар. Осының барлығын біз іске асыру үшін, берген уәделерімізді орындау үшін халықтың алдында мына жол картасын бекітіп, арнайы штабпенен бірлесе отырып, осы жұмысты атқаруымыз керек. Алдымызда бірнеше ертең облыстық мәслихаттың сессиялары бар. Осы сессияда көпшілік мына ұсынып отырған бағдарламадағы жобалардың барлығы қаражатпенен бекітілу керек. Егер қаражаты болмаса, ол жұмыстар кейбір мәселелерді біз тиянақты қарайық, кейбіреулерін алдымызда толықтыру менен, өзгерту менен осы құжатты қарап отырса.